Қарағым, мынау біздің ата-бабамыздан қалған қара шаңырақ, тіршілігіміздің негізі. Біз мал бағып, жер күтіп өскен халықпыз. Бұл жай ғана жұмыс емес, бұл біздің өмір салтымыз, дәстүріміз. Қазақта еңбек етсең емерсің дейді. Еңбектің наны тәтті болады. Адал еңбек еткен адам ешқашан жаман болмайды балам. Мына жерді көрдің бе? Осы кең дала бізге аманат болып қалған. Жер біздің анамыз, оны күту, аялау әр қазақтың парызы. Ал мына мал біздің ырысымыз, берекеміз. Малға дұрыс қарасаң, ол да саған пайдасын береді. Сондықтан әр істі жауапкершілікпен жасау керек. Біз кішкентайымыздан осындай еңбекке үйрендік. Ата-бабамыз бізге үйретті. Енді біз саған үйретіп жатырмыз. Бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын дәстүр. Балам, дәстүр деген тек сөз емес. Ол біздің жүріс-тұрысымыз, үлкенге құрмет, кішіге ізет, табиғатқа жанашырлық, еңбекке деген сүйіспеншілік. Сен осыны бойыңа сіңірсең, нағыз азамат болып өсесің. Еліңе пайдаң тиеді, халқың сені құрметтейді. Ертең сен де есейесің. Сен де өз балаларыңа осыны үйретесің. Сонда ғана біздің дәстүріміз үзілмейді. Есіңде болсын қарағым. Адамды адам ететін оның тәрбиесі мен еңбегі. Менің тілегім, сен адал, еңбекқор, елін сүйетін азамат бол.